Қыздарым, ыстық бауырсақтан жеңдер. Анашым, мына бауырсақ дәмді болыпты. Осы бауырсақты қалай дайындайды? Ас болсын балапаным. Бауырсақты дайындау үшін бізге бірінші ингредиенттер керек. Біріншісі су, ұн. Ұн деген не анашым? Ұн ол нан. Ал нан ас атасы. Нан бар жерде ән бар дейді адам қазақ. Ұнды қалай дайындаймыз? Ертеде көктем келісімен жер жыртып егінге жерді дайындайтын болған егіншілер. Жыртылған топыраққа бидай дәндерін егеді. Оны күтіп, баптап, егіннің сәтті болуын күзетеді. Тыңайтқыштар сеуіп, арам шөптерін жұлады. Зиянкес жәндіктер зиянын тигізбес үшін дәрілер себеді. Күз айында егін піседі. Адамдар күн демей, түн демей егінді жинауға кіріседі. Жиналған егіндерді диірменге апарып тапсырады. Диірмен ұн тартып шығарады. Тартылған ұндарды қаптарға салып, вагондармен әртүрлі қалаларға, еліміздің өңірлеріне таратады. Осылай дүкен сөресінде ұндар пайда болады. Ұндарды дүкеннен наубайхана сатып алып, наубайшылар түрлі дәмді нандар, дәмді бәліштер пісіреді. Анашым, тәтті бәліштерде ұннан жасала ма? Сен дұрыс таптың. Барлығы ұннан шығады, ұннан жасалады. Сен білесің бе, біздің Бейнеу ауданында Бейнеу астық терминалы бар. Сол жерде Бейнеу ұны шығарылады. Мен мына бауырсақтарды да сол ұнмен жасадым. Ұн дәмді болғандықтан бауырсақтар да тәтті болып шықты. Рас айтасыз ба, анашым? Қандай керемет, шіркін. Осы ұнды қалай жасалатынын өз көзімен көрсең ғой. Ендеше сенің арманыңды орындайық. Алақай, анашым, рахмет. Жүріңдер, енді саяхатымызды бастайық. Біз астық терминалына келдік. Ол сондай үлкен ғимараттары бар. Бізді көптеген ағайлар мен апайлар күтіп алды. Бұл жерде 100-ден астам адам еңбек етеді екен. Ғимаратқа керел жолда біз жер жыртып жүрген тракторларды көрдік. Арнайы киімдерімізді киіп, ең бірінші зерттеуге бардық. Бидайды қалай сұрыптайтынын өз көзімізбен көрдік. Апалар бізге өз жұмыстарын таныстырды. Астық терминалының қоймасына кірдік, онда өнімдер өте көп екен. Мен өскенде осы зауытта жұмыс жасағым келеді. Бидай тексереміз бе? Ұн тексереміз бе? Келме? Бидай. Бидай не екенін білесіңдер бидайды? Білесіңдер ме? Көреміз. Сонда ұн ақ па, ішінде не бар көрінеді. Кейін оны әртүрлі приборларға салып сынап көреміз.